Ассалаумағалейкум, құрметті ютубтың көрермендері. Бүгін менің қолымда бір мынандай жалпақ пышақ бар. Бұл пышақтың атын қытайлар шедеу деп атайды екен. Бұндай пышақты енді қазақтар қолданбайды. Бұл пышақты кәрес, жапон, сосын осы қытайлар ана қолданатын көрінеді. Бұл өзі кейбіреулер өте үлкен, ауыр, салмақты болып келеді екен. Сосын осы пышақ бірақ картоптарын да аршиды, жаңағы бақашайын құрт құмырсқасын осымен ұрып тасталған қылып ас суларын, тамақтарын және күнделікті тұрмысқа осыны қолданатын көрінеді. Жақсы, енді мен мұны енді неге айтып отырмын дейсіздер ғой. Өздеріңіздер білесіздер, 1260 жылы Құбылай, Шыңғыс ханның ұлы Төледен туған Құбылай Қытай, оңтүстік Қытайға жорыққа аттанған ғой. Соған бір жылда ол Қытайды басып алыпты. Ал енді бір күшті Путинді қарасаң, бәлен жыл болды, бір Украина түгелі Бахмут деген қаланы басып ала алмай тұр ғой. Ал Құбылай болса Қытайдың бәрін басып алып император болды. Қысқасы ай бетінен кіріп күн бетінен шыққан ғой Қытайдың енді. Содан кейін Құбылай жаңағы өзінің жаулап алған жерін ұстап тұру үшін 15 Қытайға бір моңғолдан келіпті. Қытай сол кезде де көп болыпты. Банаға басшылыққа алған кісісін айтамын ғой. Содан жаңағы моңғолдар Қытайдың жаңағы шедеуінен қорқып, мына өзі бір жаман нәрсе екен, адамға жазатайым қате қылып жүрер деп қорқып, бүкіл шедеудің бәрін жинап алыпты дейді. Содан кейін Қытайлардың қолында шедеу жоқ. Сосын оған кім былай айтатын көрінеді, моңғолдар сауыттарын киіп, қылыштарын ұстап, сосын 15 Қытайға бір шедеуді беретін көрінеді. Осымен тамақтарын дайындаңдар деп. Сосын олар ас суын дайындап болған соң кері жинап алатын көрінеді. Аналар сол бәрі бір шедеуге кезекке очередьке тұрып тамақтарын дайындайтын көрінеді. Содан Қытайлар жайлап оңашада ақылдасып дейді. Мынау бір қорлық болды. 15 Қытай бір моңғолға қалай әліміз келмейді? Ұйықтап жатқан кезде қапыда бас салсақ, тарпа бас салып, сосын аяғынан сүйреп шығып, басын шабу керек деп ұйғарған ғой. Содан әлгілер осы хабарды таратып дейді. Қағазға жазатын көрінеді. Әуелі бұны төмендегі жүрген балшықтар естіп дейді, өзеннің жоғары жағынан төмен қарай қағазға жазып ағызып жіберетін көрінеді. Төмендегі балықшылар оны оқитын көрінеді. Сосын енді кейбіреулері оны қағазды жазып балықтың ішіне салатын көрінеді. Енді біреулері оны піскен нанның ішіне салып тарататын көрінеді. Сонымен барлығы хабарланып, құлақтаныпты. Бұны ай толысқан уақытта жасау керек депті. Бұл тамыздың 15 күніне келіп дейді. Осы өздерінің неткен уақыты, ұйғарған уақыттары. Бірақ дәл қай жыл екені айтылмайды. Тек айтатындары, моңғолдар халықты қырып жойған жоқ, Қытайдың салт дәстүріне құрметпен қарады делінеді интернетте. Басқа ештеңе жоқ. Сонда қалай моңғолдар Қытайдың тек шедеуін жинау үшін барды ма екен деп ойлайсың ғой енді. Жақсы, сонымен белгіленген өздерімен уәделескен уақытында түнде жасырынып айта алған уақытта әбден ұйықтап жатқан моңғолдарға тарпа басталған ғой. Содан байлап матап аяқтардан сүйреп алып шығып сайға апарыпты да өздерінің қылышымен өздерін шауыпты дейді. Бірде бір моңғол бұдан тірі қалмапты. Содан кейін бір жыл өткеннен соң Қытайлар өздерінше жеңіс тойын тойлапты. Тағы да тойлапты. Содан араққа тойып нетіп болғаннан кейін бір Қытай айтады дейді, осы моңғолдар неге құтырады? Осы моңғолдардың басын шабу керек тағы деп шыға келген ғой. Сөйтсе бірде бір моңғол жоқ дейді. Содан не істерін білмеген айқайлап шулап келіп бір қарбызды теуіпті. Содан кейін бүкіл Қытайлар өре түрегеліп бүкіл қарбызды
ұрып сөгіп теуіп шашып жатыр дейді, талқан қылып айқайлап қояды дейді арасында. Мә саған, мә, сен моңғол бізді жаулауға келдің бе, мә саған керек болса деп. Соныменен таңға бүкіл қарбыздың бытышын шығарғанға. Содан кейін осы үрдіс жыл сайын тойланатын көрінеді. Оның атын қарбыз мейрамы деп атапты. Иә, шамасы мұны енді біздің жеңіс деп айтуға аздап әлі қорқатын сияқты. Енді құбылай естіп қалса атына мініп қылышын жалаңдатып шауып келеді деп қорқатын шығар. Әйтеуір тек осының атын тек қарбыз мейрамы деп атапты. Айтатындары тек енді қарбыз енді тәтті ғой, бір-бірімізге сыйлап мерекелеп мейрамдасақ оның несі айып, жақсы емес пе дейтін көрінеді. Ал енді бұл күні моңғолдар не істейді дейсіздер? Моңғолдар бұл күні үйлеріне кіріп алып, қапаланып, қайғырып, сол банағы күйіп бара жатқан көкіректерін арақтарымен, ащы сумен қайта-қайта жуып шаятын көрінеді. Сосын 3 күннен кейін тұрып, орындарынан жайлап тұрмыс тіршілігін жасап, тірліктерін істеп жүре беретін көрінеді. Иә, осы мейрамның да сонымен нетіп келе жатқанына, тойланып келе жатқанына шамамен 760-765 жылдай болыпты. Үлкен мейрам, 3 күн тойланады, шекаралар жабылады бұл күн дегендей. Сонымен енді менің бүгінгі әңгімем тамам. Пікірлеріңізді жазыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, лайкты басып отырыңыздар. Жақсы, қош сау болыңыздар.